Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге айым. Біз міне бүгін осындай өрілген хал нанын жасаймыз. Соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. 250 грамм сүтке 1 жұмыртқа, 15 грамм дрожжи, кішкене тұз, 30 грамм қант және ерітілген 30 грамм сұйық майын құямыз. Осы сұйықтықты біз жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 440 грамм ұнды сеуіп, араластырып, қамыр дайындаймыз. Қамырды біз 1 сағатқа бұқтырып қоямыз. 1 сағаттан соң біздің қамырымыз дайын, оны бір басып, 3 бөлікке бөліп аламыз. Міне, бізде мұндай 3 бөлік пайда болды. Оқтауды алып, әрқайсысын біз ысып аламыз да, оны орап, ұзын 3 гуд дайындап аламыз. Мінекей бізде 3 гуд дайын, оны екі жағынан әдемілеп өріп аламыз да, противенге 1-30 минуттай көтерілу үшін қоямыз. 30 минуттан кейін нанымыз көтерілді. Жұмыртқаның сарысын алып, үстіне жағамыз да, күнжітпен әдемілеп себеміз. Біздің пешімізге 180 градуста 30 минутқа нанымызды қоямыз. 30 минуттан кейін міне біздің нанымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, жұмсақ және үлпілдек. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған айым, келесі жүздескенше.